енді баламды дүниеден кеткенімен оның артында іздеушісі бар ма дегендей осы өнер жігіттерін көрген кезде балам тірі сияқты соның өзін көргендей болып отырамын. Менің әсерім енді айтып жеткізе алмаймын. Өте енді ойламаған жерден осындай жұмыс істеп жатсыңдар, айналайын. Барлықтарыңа да рахмет, осындай істеген жұмыстарың өрге баса берсін. Тек батырдың өнерін ғана сендерге берсін, өмірін бермесін. Оның енді өнерде жолы болғанмен өмірде жолы болған жоқ. Айналайын, бақытты болыңыздар. Ауған соғысында болғанын білесіз балаңыз. Қалай болды? Сол кезде өзі не айтып еді сізге? Ауған соғысында болғанда біз тірі келеміз деп ойлаған жоқпыз деді. Анау жерде, мына жерге, ана жерге апарғанда жейтін тамақтарға дейін жаңағы қорқып отыратын тұғымыз дейді. Ол жерден біраз адамдар ауырып сөйтіп ауылға келгеннен кейін бір шамалы бір 10 күндей жаңағы доғырға жатып, шамалы емделіп, сонда айтады ғой, ойпырмай біз ол жерден тірі ол жерден шығып кетеміз деген ойда болған жоқ дейді. Ама енді сен ең ақырғы көргенім шығар деп өзімше солай ойлап едім. Жоқ, мінекей аман есен қосылдық деп сондай әсерде келді олар деген. Енді осы ауған соғысының міне 10 жылдық медаль секілді қаншалықты маңызға ие бұл сіздің балаңызбен? Енді бұл медальді көрген кезде сол кездегілердің бәрін еске түсіріп, баламның қалай өмір сүрген, қалай не болғандарын еске түсіріп отырамыз ғой. Содан бері 20 жыл өтіп кетті. Иә, 20 жыл өтіп кетті. Батырхан Шүкенов өмірден өткелі, оның мұрасын зерттеуге немесе насихаттауға жиі хабарласатындар бар ма? Жалпы музыкасын зерттеуге қатысты. Жиі хабарласып тұрады. Іздеушілер бар ма? Іздеушілер жаңағы өзінен қатар баяғы жүргендер қазір ана бір кітаптарын шығарып, музыканың нелерін барлығын сол неге апарып берді, барлық училищелерге, консерваторияға барлық кітаптарын, нелерін нотасымен апарып тапсырып келді. Оның барлығын істеп отқан жаңағы батырдың фонды қазір іздеп тұрады, барлығы сұрайды, не қылады. Егер Қызылордаға келсе, әртістердің бәрі үйге бір хабарласпастан кетпейді. Мен ризамын, халқыма ризамын. Артында іздеп жүрген адам. Кім кетпей жатыр дүниеден, талай адамдар өтіп жатыр. Іздеусіз қалып жатқандар да бар. Оның алдында деген енді мен тіпті айтылмайын, бұл халқыма өте ризамын.